Hello, сәлем. Future tenses. Келешақ түрлері. Ағылшын тілінде 4 түрлі келешақ бар. Future simple, future continuous, future perfect, future perfect continuous. Future perfect'те shall, will деген көмекші етістіктер қолданылады. Ол жай ғана келешақ. Shall бұрынғы кезде бірінші шақтың көпше жекеше түрінде shall қолданылады деп үйрететін, қазіргі кезде де қолданылады, бірақ көбінесе will деп те айта береді. Сондықтан I shall work, I will work екеуі де дұрыс. Future continuous жалғасудағы келешақ. Қысқа уақытқа жалғасып тұрған келешақтың түрі. I will be working. Бұл continuous tense'тің қалай жасалуын біз білеміз. Көмекші етістік арқылы жасалады. Be деген және етістікке ең жалғанған түрі participle one. Сонымен I will be working деп айтамыз. Мен жұмыс істеп отырамын. Белгілі бір уақытта келешақта мен сағат 5-те немесе 6-да жұмыс істеп отырамын, немесе жұмыс істеп жүремін. Future perfect. Ол perfect tense'те осы шақта да өткен шақта да өткенбіз. Бұл алдымен болатын тірлікті білдіреді. Мысалы, I will have worked деп айтсақ, мен сағат 5-ке дейін жұмысты бітіремін. Бітіріп қоямын, бітіріп боламын дегенді білдіреді. I will have worked. Future perfect continuous. Бұл да жалғасудағы және бұл да алдын болған тірлік. Келешақтағы бір уақыттан немесе басқа бір іс-әрекеттің алдында болған іс-әрекет. I will have been working by 5 o'clock. Мен 5-ке дейін жұмыс істеп жатам деген сөз. Мен 5-ке дейін жұмыс істеп отырамын, немесе жұмыс істеп жүремін. Міне келешақтың түрлері: future simple, future continuous, future perfect continuous and future perfect. 4 түрі. Осы келешақтың 4 түрінде етістіктің қай түрлері негізгі етістік ретінде қолданылатынына арналған бұл схема. Жоғарыда қатарда бізде етістіктің түрлері: infinitive, participle one, past simple және participle two. Past simple'дың бізге бүгін қатысы жоқ. Future simple'дан бастайтын болса, future simple келешақтың көмекші етістігі will-дан кейін немесе shall-дан кейін infinitive қолданылады. Will give, will take. Келесі participle one, ол ең жалғанған түрі етістіктің continuous tense'терде қолданылады. Осы future continuous теміне continuous tense біз білеміз to be етістігін көмекші етістік ретінде қолданылады. Сонымен future келешаққа арналған бізде келешақтың көмекші етістігі will, continuous'тың көмекші етістігі be және негізгі етістік participle one. Will be giving, will be taking және future perfect continuous tense'те 3 көмекші етістік бар. Will келешақтың көмекші етістігі have, perfect tense'тің көмекші етістігі been, ол continuous'ке байланысты көмекші етістік. Сонымен осы 3 көмекші етістікке 3 көмекші етістіктен соң participle one қолданылады. Will have been giving, will have been taking деп айтамыз. Келесі participle two. Participle two ол perfect tense'терде қолданылады. Сонымен келешақтың етістігі will, одан кейін perfect'ке байланысты көмекші етістік have, содан кейін негізгі етістік бізде міне participle two түрі, етістіктің 3-ші түрі. Will have given, will have taken. Future tenses contractions. Келешақтағы көмекші етістіктердің қысқартылып айтылуы. Future simple'да I will have tea деген біз I'll have tea деп осылай міне айта саламыз. I'll have lemonade.
қазақшамен салыстыратын болсақ, біз мен шай ішемін деп жазамыз ғой. Ал жерде біз оны мен шай ішемін деп айта салған сияқты. I'll have tea деп айтамыз. Future continuous'те де солай, міне you will be walking. Сіз жаяу кетіп бара жатасыз. You will be talking. Сіз әңгімелесіп жатасыз. Қазақшамен салыстырып көрейік бір сөйлемді. Сіз жаяу жүріп жүресіңіз сол кезде, бір келешақта бір белгілі бір уақытта сіз жаяу жүріп жүрген боласыз. Соны біз сіз жаяу жүріп жүресіз деп те айта саламыз. Сіз жаяу жүріп бара жатасыз деп те айтамыз. Оны біз бара жатасыз дегенді біз сіз жаяу жүріп бара жатасыз деп те айта саламыз. Сол сияқты future perfect де she will have walked, she will have gone for a walk, she'll have gone for a walk. Осы екі сөйлемнің мағынасы ұқсайды. Біріншісінде ол жаяу жүріп келеді сол уақытқа дейін. She'll have gone for a walk. Сол уақытта ол серуен жасауға кетіп қалады. Деген мағына. Келесіде future perfect continuous, we will have been finishing. Оны біз will have been finishing деп айтамыз, немесе we will have been jogging, will have been jogging. Future tenses, interrogative sentences. Келешектегі сұраулы сөйлемдер. Біз өткен шақты, осы шақты өткенден білеміз. Сұраулы сөйлемдер сол шақты білдіретін көмекші етістіктердің және бастауыштардың орнауысы арқылы жасалады. Міне осы жерде келешекті білдіретін will етістігі барлық шақтың түрлерінде алдымен келеді. Бастауыш содан кейін келеді, содан кейін барып негізгі етістік келеді. Онда қарай отырайық. Will I work? Will I be working? Will I have worked? Will I have been working? Өте оңай. Other interrogative sentences in the future tenses. Келешектегі басқа да сұраулы сөйлемдердің түрлері. Басқа да сұраулы сөйлемдер қалай жасалады, ол сұраулы сөйлемдердегі сөз тәртібі қалай болады, біз ол жайында білеміз. Осы шақпен өткен шақты өткендегі тур сол сияқты бізде мында тура сұрақтар бар. Және де басқа қосымша анықтама алатын болсақ, сол тура сұрақтың сөз тәртібін сақтаймыз. Көмекші етістік, бастауыш және негізгі етістік. Сол тур сұрақтың орнына сұраулы сөзді қоя саламыз. Will we sleep? Біз ұйықтаймыз ба? Деген сұрақ. Қазақстанда осындай sleep, ұйықтау, wake up, ояну деген қазір көп әңгіме. Will we sleep? Ұйықтаймыз ба? Енді қашан ұйықтаймыз деп айтып көрейік. When will we sleep? Қашан ұйықтаймыз? Міне сұраулы сөзді қоя салдық. Сөз тәртібі сол күйінше сақталды. How long will we sleep? Біз қанша уақыт ұйықтаймыз? Қазақтар, біз қашанғы ұйықтап жатамыз деген сөз. How long will we sleep? Жалпы біз оянамыз ба? Will we be waking up? Біз оянамыз ба? Бұл жерде біз физикалық тұрғыдан емес, санамыз бізде әлі ұйықтап жатыр. Сол біз оянамыз ба? Will we be waking up? Бұл келешектегі сөйлем, келешектегі қашан біз оянамыз деп айтатын болсақ, енді when, how will we be waking up? When will we be waking up? How will we be waking up? Сондай сұраулы сөзді қоя салдық. Қалай біз оянамыз? How will we be waking up?
Will we have got up? Біз тұрамыз ба? Will we have got up? Бұл да келер шақтың біз белгілі бір уақытқа дейін тұрамыз ба? Кеш болып қалмай жатып тұрамыз ба? Where will have got up? Қайда тұрамыз біз? Тұрсақ қайда тұрамыз? Алаңда тұрамыз ба? Қайда тұрамыз? Will we have been fighting? Біз енді тұрғаннан кейін күресеміз бе? Will we have been fighting? Күресіп жүреміз бе? Жеңіске жеткенге дейін деген сөз, жеңіске жеткенге дейін біраз уақыт жалғасатын іс-әрекет бұл. Why will we have been fighting? Біз не үшін солай күресіп жүреміз? Жеңіске жеткенге дейін. Белгілі уақыт сол жеңіске жету. Сол уақытқа дейін жалғасып тұрған іс-әрекет келер шақтағы. Adverbs or adverbial phrases which express future. Келер шақты білдіретін үстеулер мен сөз тіркестері. Soon. Soon, жақын арада, жақында. At once, бірден. Immediately, дереу. In a minute, бір минутта. In an hour, бір сағатта. Tomorrow, ертең. The day after tomorrow, ертең емес арғы күні. Next week, келесі аптада. Next month, келесі айда. Next year, келесі жылы. In the future, болашақта. In the near future, жақын болашақта. In the distant future, алыс болашақта. Then, содан кейін. Сосын деп айтамыз немесе. In 2 days, бір күннен кейін деп айтатын болсақ, бір күнде немесе in a day, сол сияқты in 2 days, in 3 days, арқылы. In a week, in 2 weeks, in 3 weeks, in 10 weeks, осылай айтамыз. Осы 3 аптадан кейін деп, кейін деген сөзге байланысты болу керек. Осыны көбісі after 3 weeks деп айтады. Ағылшын тілінде 2 аптадан кейін деп айтқысы келген кезде after 3 weeks дейді, соны есте сақтау керек. After 3 weeks болмайды, in 3 weeks. Бізде қазақшада бар ғой, 3 аптада барамыз, 3 аптада деп айта саламыз, 3 аптадан кейін дегенді. Соған ұқсайды. In 5 years, сол сияқты жылды да солай айтамыз. In a year, in 2 years, in 5 years. From now on, бұдан бастап, бұдан кейін немесе бұдан былай деп айтамыз. Мұнда future simple жай келер шақтағы іс-әрекеттер. Бірінші, екінші, үшінші жақта жекеше және көпше түрде болымды сөйлемдер, сұраулы сөйлемдер және болымсыз сөйлемдердің жасалуы толығымен осы болымсыз сұраулы сөйлемдерге қарап басқа да сұраулы сөйлемдерді жасауымызға болады. Тек қана алдына сұраулы сөздерді қойып айта береміз деп айттық. Future continuous. Осы future continuous-тегі келер шақтағы жалғасудағы, уақытша жалғасудағы іс-әрекет. Бұл жерде де бірінші, екінші, үшінші жекеше көпше түрдегі сөйлемдердің түрлері. Future perfect, сол сияқты. Future perfect continuous. Ал бұл бетте мен үй тапсырмасын беріп отырмын, өте оңай. Бұл test for translation аудармаға. Бұл жерде қазақ тілінде сөйлемдер берілген. Сол сөйлемдерді келер шақты пайдаланып аударып көріңдер. Жауаптары келесі сабақта болады. Бұл жаңа жыл келе жатыр. Жаңа жылда көп адамдар жаңа жылда осылай жасаймын деп, немесе бұлай жасамаймын деп өздеріне уәде береді. Сондай уәделердің бір түрлері. New Year resolutions дейді ағылшынша. Осы resolutions-дерді аударып, дайындап қойыңдар, жауаптары келесі сабақта болады. Осымен бүгінгі сабағымыз тамам. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар. Бұл жерде біз келер шақтың 4 түрін өтіп жатырмыз. Ол шақтардағы, сол 4 түрлі шақтардағы бүкіл